Құрметті мұғалімдер, бүгін біздің марафонымыздың екінші күнінің бірінші сабағы бізде логотип жасау. Көріп тұрсаңыздар, мына жерде создать деп тұр да, ең бірінші логотип тұр. Сол логотиптің астында міне көптеген мамандықтар, яғни бөлімдер тұр. Промышленность, оның ішінде образование. Мына услуги деп бас көрсек, услугидің ішінде де мысалы репетитор деген жоқ екен. Профессия, организатор, фотограф, парикмахер профессияларға, спорт, дене шынықтыру мұғалімдер осыдан алса болады. Мына жерде мысалы образованияны басайық. Образование батырмасын басқан кезде көптеген логотиптардың түрлері шығады. Не білім беруге ынталандыратын логотиптердің түрлері деп тұр. Яғни осы жерден қарасақ бірнеше түрлі логотиптер шығады. Мысалы мына химия мұғаліміне, тәрбиешілерге келеді, көптеген қарап отырсақ көп. Міне мысалы мен репетитор ретінде пайдаланып жүрмін, музыка мұғаліміне, химия мұғаліміне келеді деген, технология мұғаліміне, математиканы, мысалы ер азаматтар мысалы галстук сияқты киген алса болады. Кішкентай бастауыш сыныпта пайдаланып, математика мұғалімдер, сызу пәні мұғалім, ал лампы барлық пәнге келе береді. Тіпті біздің әдістемелік бірлестіктің логотипі ретінде, мысалы мектептің логотипі ретінде алса да болады. Екінші бетін қарастырайық. Бұнда да бірнеше логотиптер, мысалы колледждің оқу орындарының логотипін келіседі көбіне сондай жерлерге. Енді бұл логотип мысалы мектеп алды дайындық сыныбы, мини-центрларға. Енді қарайық, осының ішінен біреуін таңдап алайық өзімізге. Мысалы мынаны алсақ. Енді қараңыздар, мына жақ, сол жақ жоғарғы шетінде текст, цвет, значок, расстояние деп тұр. Енді текст дегенді басайық. Текст дегенді бастап, мына logo name деген жазу мына жерде тұр. Астындағы жазу оның астынан шығады қазір. Енді көреміз. Осы араға өзіміздің аты жөнімізді жазып көрейік. Мысалы Майра Қанатбековна деп жазайық. Қанатбековна. Енді қараңыздар, оның межбуквенный расстояниясы алшақ болып тұрған сияқты менің ойымша, сондықтан сәл бүйтіп жылжытса болады. Сосын жалпы өзінде бүйтіп ақырын жылжытуға болады. Ал астындағы мәтінге қарайтын болсақ, астындағы мәтін бізде пән мұғалімі, қай пән немесе бір жұмыс өтіліңіз бола ма, немесе бүйтіп алып тастауға да болады. Алып тастасақ болады, өйткені қазір оны анимировать еткен кезде оның астында тағы жазулар жазатын болады. Сондықтан да алып тастағанымыз жөн. Мына қаламсапты былай да қозғауға болады, мысалы. Оны ортасына тұсына қарай қойса болады, немесе жаңағы қалпында қалдырсақ болады екен. Өз дизайны негізі жақсы болып тұрады. Өз дизайны сәйкестендіріп жасалынады. Енді режим макап, және холст деген режим холст, ол кезде ол жасап отырған бетіңіз. Ал режим макап ол енді көретін бетіңіз. Яғни кітаптардың бетінде, ноутбугыңыздың бетінде, соткаңызда немесе визиткаңызда. Мысалы біз репетиторлар визитка ұстаймыз. Мысалы өзіңіз журналыңыздың немесе блокнотыңыздың бетіне қазір именойға шығарып алуға болады. Сонда осылай көрінеді ол. Мысалы кружканың сыртынан осындай логотипіңіз, именно сіздің логотипіңіз екені көрініп тұрады. Енді біз футболкаға шығармайтын шығармыз, бірақ та басқа жерлерге, рабочий столға, бәр жерге, жұмыстағы видеоға қойып қойса болады. Енді режим холстқа барамыз да, мына арадағы жүктеу деген батырманы басамыз, скачать етеміз. Сосын мына бесплатный деген скачать дегенді басамыз. Ол бізде жүктелінеді. Не жүктелініп жатыр. Жүктелініп, енді қараңыздар. Арты бос. Неге бітті? Көрейік анимировать етіп. Біреуін алайын, біріншісін. Соны астыңғы жағында анимация дегенді басайын. Ол анимацияға кетті деген сөз. Тоса тұрамыз. Міне анимация жүріп жатыр, яғни жаңағы PDF форматты видео форматқа алмастырып береді.
стилін дейді. Стилі не осындай золотистый болып шықсын ба, мынандай болып шықсын ба, мынандай болып шықсын ба, әлде үлкен болып осындай, әлде мынандай көк болып шықсын ба. Көк болып шыққан дұрыс па? Шрифт бізде қазақша әріптер кейде болмай болады, сондықтан қазақша әріпке қояйық. Сосын робота деген, сіздерде қазақша жоқ болса, робота дегенді тауып алыңдар, робота бәр жерде оқи береді. Сонымен көрейік, музыкасы қандай екен тыңдаймыз. Жақсы. Тағы да жүріп жатыр. Обработка жүріп жатыр, енді бірталай уақыт жүреді. Сондықтан сіздерге лайфхак. Егер де мынау толықтамай қойса, бүйтіп мынаны қайтадан басасыздар. Сосын қайтадан мына жерде міне шығады ғой, сол значогын басып, қайтадан кіріп, мына жерге мои видео дегенді бассаңыздар, бұл лайфхак. Сонда сіздердің жүктеп жатқан видеоларыңыз тез шыға келеді. Тосып отырмайсыз. Жүріп жатыр. Не уже болып қалды. Осы арадан қазір күтіп аламыз да, осы жерден сохранить деп басамыз. Енді видеомыздың қалай шыққанын көрейік. Өте тамаша. Логотипіміз керемет күшті болып шықты. Міне қандай күшті, Марақан Пекіннің логотипі. Енді келесі бетте скачать деп басасыздар. Не жүктеп жатыр. Болды. Логотип жасау сабағы өте жеңіл.